Жеміс жидектерді қонақтарыңызға осылай әдемілеп турап ұсынсаңыздар болады. Алдымен драконий фрукт, питахая дейміз. Осылай қасықпен ішінен аламыз да, екіге бөліп, төрт бұрыш етіп турап шығамыз. Өзінің қабығына салып қоямыз. Онан кейін апельсин екі жағын кесіп тастаймыз. Ортасын осылай бөліп алып, бір жағына осылай табанына саламыз. Онан кейін онда 1 сантиметр етіп турап қоямыз. Мына мандариннің ортасынан бөлем. Кивиді осылай гүл етіп турап алдым. Алманы 4-ке бөлеміз де осылай турап шығамыз. Аққу деп те айтып жатамыз. Алмұртты ең түбін алып тастаймыз, түзу болып тұру үшін, және кесіп осылай шпажка тығып қоямыз. Барлығын өзіміздің ыдысымызға орнатамыз. Жүзім, киви, апельсин, алмұрт, алма, мандарин, кез келген жемісті қоя бересіздер. Майда мандаринді де қойдым. Өте әдемі көрінеді, жасап көріңіз.